Мусиндер отбасын тау-кен байыту комбинатының шағын ұжымы десе де болады. Қапа Мусин мен оның 5 баласы жезқазған кен байыту комбинатының әртүрлі бөлімшесінде жұмыс істейді. Жергілікті тұрғындар отбасылық еңбек әулеті мүшелерін бригада деп атайды. Қарапайым тілмен айтқанда Мусиндер бригадасы. Ең үлкен ұлым УДТ участокте. Сонда жұмыс істейді. Катта. Грузоподъемный машин, сон катта жұмыс істейді. Машинист. Ең үлкен ұлым. Оның екінші ұлым бар. Ол участок ОЧТ-да ба? Екі ОЧТ-да. Сонда путейс. Үшінші участокте істейді ол. Скрепилист. Сонда істейді үшінші участокте. Оның аты Жаслан. Үшінші ұлым. Төртінші ұлым Жастлек. Ол УКГБ-да. Сонда мастер. Ең кіші кенже ұлым Біржан. Ол бетонозакладочный участокте энергетик. 5 баласы да әкейдің ақылын алып, оның жолын қуды. Олардың әрқайсымен бір күн өткізсеңіз, кәсіподақтағы өндіріс тізбегін көз алдыңа толық елестетуге болады. Мәселен, ағайынды Мусиндердің бірі Жастлек тіректерді бекіту цехының шебері. Ол жер асты шахталарының тіреулердің беріктігі үшін жауап береді. Тиеу жеткізу машиналарының бірін оның бауыры Думан тізгіндейді. Ол кенді Мусиндер отбасының тағы бір ұлы Жаслан істейтін жерге жеткізіп береді. Ол скептердің көмегімен кенді жинап, арнайы вагон арбаларға тиейді. Жер астындағы рельс бойымен қозғалатын сол вагон арбалардың жұмыс үшін Тельма Мусин жауап береді екен. Ал жоғарғы қабаттарда жер астындағы қосалқы станцияның жұмысын ағайынды жігіттердің ең кенжесі Біржан мен отағасы Қапа Мусин қамтамасыз етіп отырады. Өмір болғаннан бәріміз енді көп нәрсені әкемізден үйренеміз ғой енді. Ал енді жұмыс бабына келгенде әрқайсымыздың жұмысымыз әрқалай, бір-біріміздің білмегеніміз біреумізден сұраймыз. Енді әркіміміз мен білмеген басқа білет, басқасы білмеген мен білем деген сияқты. Ал өмірде бәріміз үйренетініміз әкемізден үйренеміз бәр нәрсені. Бәрін үйрететін әкеміз. Кезекті жұмыс ауысым аяқталғаннан кейін бригада мүшелері үйге бірге қайтады. Үйде оларды отағасының жары, ағайынды жігіттердің анасы Меделхан апай күтіп отырады. Олар әлде қашан үйде баранды болған жандар. Соған қарамастан үлкен үйде бас қосу осы бір әулет үшін жақсы дәстүрге айналған. Қазақстанда мұндай отбасылар аз емес. Біз олар туралы алдағы хабарларымызда міндетті түрде әңгімелейтін боламыз.